Балалар, бұл фигура шаршы. Шаршы дегеніміз барлық қабырғалары тең фигура. Яғни барлық қабырғасы 3 сантиметрге тең. Енді осы фигураның біздер тек қана А тең 3 сантиметр деп аламыз. Неге тіктөртбұрыштағыдай Б жоқ? Өйткені Б-да тек қана барлығы бірдей болғандықтан тек қана А деп алсақ болады. Қабырғасы ұзындығы 3 сантиметрге тең. Енді шаршының периметрі екі түрлі тәсілмен ғана шығарылады. Яғни ол барлық қабырғаларын қосып шығу. 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3. Манағыдай формулаға салатын болсақ, А қосу А қосу А. Енді осыны шаршы 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3 деп аламыз. Тең болады, біздерде 12 сантиметр болады. Енді біздер шаршының екінші тәсілі периметрін табудың А көбейту 4 дейміз. Неге 4-ке көбейтеміз? Өйткені оның 4 қабырғасы да бір-біріне тең. Яғни А көбейту 4 дегеніміз 3 көбейту 4 тең болады 12 сантиметр. Мына жерде де 12 шығады, мына жерде де 12 сантиметр шығады. Болды. Тек қана осы екі тәсіл шаршының периметрін табу тек қана осы екі тәсілмен шығарылады. Яғни мынау 3-ті 4-ке көбейттік деген біздерде көбейтуді қосуды көбейтумен алмастыру деген өттік қой біздер. Соған келеді, қараңызды. Мына жерде 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3 дегеніміз ол 3-ті өз-өзіне 4 рет қосты дегеніміз 3-ті 4-ке көбейтті деген сөз. Яғни 3-ті 4 рет қоссақ та 3-ті 4-ке көбейтсек те ол 12-ге тең болады. Яғни мына қосуды көбейтумен алмастырғандағымызға осылай болады. Шаршының тек қана осы екі ғана периметрін табудың осы екі ғана тәсілі бар. Ал тіктөртбұрыштың 3 тәсілі бар дедік. Мына 3 тәсіл. Шаршыда ол 4 қабырғасы да бірдей болғандықтан оны 4-ке көбейтеді. Ал тіктөртбұрышта екі қабырғалардан, яғни ұзындығы ені екі қабырғасы, мына қабырғасы, мына қабырғасы, мына қабырғасы, мына қабырғасы болғасын қана 2-ге көбейтеді. Осыны балалар есімізге сақтап алайық.